Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді тошка қуыратын боламыз. Тошканы видеоның соңына дейін қарасаңыздар, білетін боласыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей мен барлығын турап алдым. Қозының еті. Мінекей картошкамызды жақсылап турап аламыз. Етімізді алдын ала жақсылап турап алып дайындап қойдым, өйткені уақытымыз аз болсын деп солай жасап қойдым. Мінекей дәл менің видеомдағыдай жасап көрсеңіздер, тошка тамақтарыңыз өте дәмді болып шығады. Тошка тамақ деген жас қозылардың еттерін тошка деп айтылады. Өте жұмсақ болып былбырап пісетін болады. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді болып шығады. Картошкамызды осылай майда етіп тураймыз. Өздеріңіздің қалауыңызша, бұдан да ұсақтаймын десеңіздер де болады. Мен картошкам тез пісетін болғандықтан сәл үлкендірек қып турадым. Езіліп пісетін картошка, жақсы картошка екен. Қазір ғана дүкеннен алып келдім. Өте керемет картошка екен. Сәбізімізді, пиязымызды барлығын ұсақтап турап аламыз. Сәбізімізді чоркадан өткізіп жіберсеңіздер де болады. Мен көбінесе чоркадан өткізіп жіберем, өйткені балалар піскен сәбізді жемей қояды. Тәтті бұрышымызды барлығын салып, қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып аламыз. 50 грамм май құйып, оттың астын қатты отқа қойып қойдым. Жайырақ қоямыз. Қазанымыз қызған соң отын паситетін боламыз. Отынымыздың астын басып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей жақсылап араластырып алдық. Енді үстіне мен кішкене кеше етімізді тұздап қойған тұғым. Сол үшін кішкене ғана тұз салдым. Өйткені ащы болып кетеді. Бұрышымызды салдық. Қызыл бұрышымыз кішкене салып жібереміз. Дәмі керемет болып шығады. Жақсылап қозғап алатын боламыз. Мінекей қып-қызыл болып қуырылып шықты. Енді пиязымызды, тәтті бұрышымызды, сәбізімізді барлығын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Картопты да салып жібере салайық. Өйткені етіміз өте жұмсақ, демде пісетін ет. Сол үшін барлығын салып тастадым. Енді кішкене тұз сеуіп, бетін жауып бұқтырып қоямыз. 20 минутқа қойып қоямыз. Мінекей 20 минуттан кейін қайта астын үстін аударып, мінекей осылай тағы да бір 10 минутқа қайтадан жауып қоятын боламыз. Астын баяу отқа қойып қоямыз. Мінекей тошка тамағымыз пісті. Өте жұмсақ болып піседі. Етін аузына салсаңыз ериді. Сіздер де менің видеома қарап жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шығады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться-ны басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер.